Ассалаумағалейкум құрметті достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Осындай мерекеге орай біз бүгінгі видеоны шұбаттың адам организміне пайдасы жөнінде арнағымыз келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз, себебі бұл жердегі барлық мағлұмат өте пайдалы боларына сенеміз. Қазақ халқында әлемнің ешбір супермаркеті мен азық-түлік дүкенінде сатылмайтын тағамдары мен сусындары бар. Солардың бірі шұбат. Осы орайда ғалымдар шұбаттың теңдессіз құрамын анықтап, пайдалы сусынды не себепті 5 күннен артық сақтауға болмайтынын зерттеп көрді. Шұбат қандай сусын? Қазақ халқында жаз мезгілінде жиі пайдаланатын сусындардың бірі шұбат. Оның құрамында пайдалы дәрумендер ежелден зерттелген, әрі ғалымдар теңдессіз сусынды күні бүгінге дейін зерттеп келеді. Қазақтар шұбатты шал деп те атаған. Сусынды түйе сүтінің негізінде даярлайды. Шұбаттың антиаллергендік әрі антидиабеттік құрамы туралы белгілі ғалым терапевт Дэн Бреннан айтқан еді. Оның айтуынша шұбаттың түсі ақ және ол қымызға қарағанда қою әрі майлы болады екен. Шұбаттың 3 түрі болады. Балғын 1 күн, күштілігі орташа сусын 2 күн, кіші шұбат 3 күн. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды, видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Алматы технологиялық университетінің зерттеушісі Әсембаева және оның әріптестері шұбатты дайындаудың технологиялық процесін зерттеп көрген. Ең бірінші, түйенің балғын сүті мен ашытқыны араластырып, ағаш ыдысқа немесе теріден жасалған қапқа құяды. Екінші, ыдыстың аузын мықтап жауып, сусынды шамамен 7 сағатқа қалдырады. Үшінші, шұбатты тек ішердің алдында ғана араластырады. Сусын дайын болған соң, оның бетіндегі майын да алуға болады. Нәтижесінде тәтті сусын пайда болады. Түркменстанда бұл сусынды агаран деп те атайды екен. Оны түркмен халқы коктейльдер мен десерттер дайындауға пайдаланатын көрінеді. Шұбатты сақтау мерзімі өте қысқа. Тоңазытқыш болмаса, дайын болған күннің келесі күні шұбат ашып кетеді және ішуге жарамсыз болып қалады. Шамамен 5 күн бойы сусынды плюс 5 градусқа дейін температурада сақтауға болады. Сол себепті аталған сусын экспортталмайды және оны дүкен сөрелерінен көп көрмейсіз. Шұбаттың пайдасы қандай? Өзінің құрамы бойынша шұбат сиыр сүтіне қатты ұқсайды. Оның құрамында амин қышқылдары бар. Соның арқасында шұбат майы мен холестерині аз болып келетін ақуыздың таптырмас көзіне айналады. География ғылымдарының кандидаты Светлана Владимировна Могилюк шұбат құрамындағы көптеген минерал мен дәрумендер есебінен денсаулыққа өте пайдалы деп есептейді. Құрамында кальций мен фосфор болғандықтан сүйек талшықтары нығаяды. Д дәрумені ересектерге остеопороздың, ал балаларда рахиттің алдын алады. Калий мен магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартады. Аскорбин қышқылы С дәрумені иммундық жүйені күшейтіп, ағзаны қорғау қызметін жақсартады. Б дәрумендері тобы жүйке жүйесін ретке келтіріп, түнде ұйқы қашудың, тез шаршаудың алдын алады. Табуси Манайер атты ғалым және оның әріптестері шұбаттың антидиабеттік қасиеті бар екендігін алға тартады. Сусын қандағы глюкоза мөлшерін азайтады екен. Шұбат өт жолдары мен бауыр қызметінің бұзылуына пайдалы. Сондай-ақ авитаминоз бен диабеттің алдын алып, ағзаны қалпына келтіруде таптырмас пайдалы құрал болып саналады. Шұбаттың емдік қасиеті құрамындағы сүт қантына, сүт қышқылына, алкогольге, көмір қышқыл газына, ақуыздарға, тұздарға, витаминдерге және антибиотиктік заттарға байланысты. Тамақтың құрамындағы белоктардың әдетте
Асқазан ішек жолында тамақ қорытылатын кезде ғана ыдырайтындығы белгілі. Ал шұбат құрамындағы ақуыздардың едәуір бөлігі организмге ыдыраған күйінде түседі. Шұбаттың жеңіл қорытылатындығы сондықтан. Бұл сусынның асқазан жолының бездерден мықтап сөл шығаратын қасиеті бар екендігі анықталды. Ол сондай-ақ қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп, ішектің моторлық қызметін жақсартады. Тәбет ашып, қарындағы ауруды басады. Ішектегі тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. Шұбатпен емдеуден артықшылығы неде? Ол қанның құрамдас бөліктеріне және қанның түзілуіне қолайлы әсер етеді. Қанның қызыл түйіршіктері артады. Бауырдағы алмасу процестері қалпына келеді. Оның жүйке жүйесіне ықпалы сүт қышқылының және көмір қышқыл газының әсеріне байланысты. Шұбат ішкеннен кейін кісі аздап қызады. Содан соң ол жағдай басылады да, аздан соң адамды ұйқы басады. Бірақ ол ұйқыдан сергек тұрады. Шұбат дені сау адамдар асқазанының секрециялық көрсеткіштерін, сондай-ақ науқас адамдардың да осындай көрсеткіштерін бастапқыға қарағанда арттыратындығы белгілі болды. Бұл сусынды бір рет ішкенде науқас кісілердің қарын сөлінің қышқылдығы қандай болғандығына қарамастан, олардың асқазанының эвакуаторлық қызметі шапшаңдаған болса баяулайды, ал баяулаған болса шапшаңдайды. Мұндай науқастар тамақ ішуге 5 минут қалғанда 200 мл-ден, тамақтан кейін 10 минуттан соң 300 мл-ден күніне 3 рет шұбат ішу керек. Қарын сөлінің қышқылдығы қалыпты болса, ондай адамдарға тамақ ішуге 5 немесе 3 минут, ал тамақтан соң 30 минут өткенде әлгідей мөлшерде шұбат беріледі. Егер қарын сөлінің қышқылдығы жоғары болса, тамақ ішуге 1 сағат қалғанда немесе тамақ ішкеннен кейін 30 минут өткен соң жоғарыдағыдай мөлшерде қымыз ішуі тиіс. Шұбат созылмалы колитке шалдыққан кісілерге де бірден бір шипа. Осы аурулардың бәрін шұбатпен аурухана жағдайында да, амбулаторлық жағдайда да емдеуге болады. Шұбат созылмалы гастрит ауруына шалдыққан кісілердің осы аурудан айығуына жақсы әсер етеді. Қарын сөлінің қышқылдығы төмен кісілерде 15-20 күн шұбат ішкеннен кейін құлан таза айығады. Өкпе туберкулезіне шалдыққан кісілерге бактерияға қарсы препараттар мен шұбатты қосып бергенде туберкулезбен улану белгілері кетеді. Дене қызуы да қалпына келеді. Функционалды бұзылу реттеледі. Қандағы патологиялық өзгерістер жойылып, науқас салмақ қоса бастайды. Өкпенің ыдыраған тұсы жабылады. Өкпе туберкулезін шұбатпен емдеумен айналысқан Ахунд бүкіл емдеушілердің 85,2%-на бұл шипалы сусынның қолайлы әсер еткендігін айта келіп, шұбатпен өкпе туберкулезінің барлық формасын, әсіресе белогы, витаминдері жетіспейтін жағдайда, қан азайып жүдегенде емдеуді ұсынады. Мұның бәрі де шұбаттың емдік қасиеттері ғана. Шұбатты түрлі аурулардың алдын алу үшін де қолдануға болады. Үнемі шұбат ішетін кісі әлгіндегідей ауруларға шалдыға қоймайды. Оны ішкен бала организмі қалыпты өседі. Жасы келген кісілердің денсаулығы мықты болып ұзақ жасайды. Өйткені шұбаттың кейбір маңызды компоненттері, мәселен ақуыз, май, тағы да басқа қоректік заттар сүттен ашытылатын басқа өнімдерге қарағанда мол болады. Шұбатты тек науқас кісілерге ем үшін ғана бермей, көпшіліктің де ішуіне толық мүмкіндік бар. Өйткені оны ашыту процесі оңай, өзіндік құны арзан. Шұбатты кімге ішуге болмайды? Шұбат кей жағдайларда зиянды болуы мүмкін. Мысалы, кей адамдардың осы сусынға аллергиясы болуы ықтимал. Сол себепті бірінші рет дәмін татқан уақытта сақ болған жөн. Ішек микрофлорасы бұзылған уақытта жылы шұбатты ішуге кеңес берілмейді. Бұндай жағдайда ол құрамындағы көптеген белсенді заттың салдарынан диареяны одан ары күшейтеді. Шұбаттың майлылығы 8%-ға жететіндіктен, оны артық салмақ қосуға бейімі бар адамдарға ішуге болмайды. Десе де, шұбат құрамы көптеген дәруменге бай теңдессіз сусын болып табылады. Қазақ халқы оны әзірлеу жолдарын күні бүгінге дейін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп сақтап келе жатыр. Шұбатты орнымен пайдаланса, ол денсаулықты күшейтіп,
адам ағзасына зор пайдасын тигізеді. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды, қоңырау шанын басуды және видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау болыңыздар.